Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Баршаңызға Алланың нығметі жаусын, нұр жаусын. Бұлда. Кеше менің алдыма бір еркек келді. Оның айтуынша, ол әйелінің қолынан телефонды алып тастай алмай жүр екен. Ол менен ірі, менен геуделі, бойшаң келген жас жігіт. Көзінде жасы менен маған жылап келді. Еркек қашан жылайды? Еркек ата-анасының алдындағы парызын өте алмай, олар о дүниеге аттанса, сол кезде жылайды. Ол бір істеймін деген ісіне ересе алмай, сол нәрсеге ашынып жылайды. Еркек қашан жылайды? Өзінің отбасында еркек екенін ұмытқан кезде жылайды. Жігіт және бастады. Дамла, маған көмектесің. Мен оның алдында аджизбін. Мен оны ұрып соға алмаймын. Бір телефонды мен үшін тастай алмай жатыр деді. Осы сөздерді естіп жылап отқанда, менің де көз алдыма жас келе бастады. Екеуміз отырып әңгімелестік. Ей, әкелер, аналар, балаларыңа, яғни қыздарыңа тура тәрбие беріңдер. Олар жігіттерді жылатып жатыр. Ей, әкелер, қыздарыңа тура тәрбие беріңдер. Дүниені ұстап тұрған жігіттерді, жүгіргенде аттың үстінде аттың жігерін жуылып алатындай жігіттерді бүгінгі күнде қыздар жылатып отыр. Менің алдыма ер адамдар әйелдерін айтып келеді. Қайтсем намаз оқса болады, қайтсем оның қолындағы телефонын алсам болады, қалай жасасам ол менің құрмет қылады, менен рұқсат сұрамай көшеге шығып кетеді деп осылайша үн қата береді. Еркектерді жылатқан әйелдер ешқашан жаннатқа кірмейді. Міне біз осындай жағдайға келіп қалдық, құрметті отырған қонақтар. Әлгі жігіт көзіне жас алып отырған соң мен оған бір кеңес бердім. 3 күн тынбастан ыстықпал айт. 3 күн тынбастан ыстықпал айт. Жаныңда біреу сөйлеп қалса сөйле дағын, жауабыңды берді және ыстықпал айт. Мен саған осы 3 күннен кейін маған қайтып кел. Мен сені қуанышты хабарменен қарсы аламын деп ойлаймын. Бірақ ол жігіт маған қайта келмеді. Алайда бірнеше күн алдым мен ол жігітті көрдім. Және де ол қуанышты, көзінен нұр жауып тұрған жағдайда көрдім. Демек, оның әйелі ол жұмысын тастаған. Ол өте қуанышты еді. Біз көрістік. Осылайша мен еркектер, әйелдерге жұмсақ мәміледе болыңдар. Алайда олардың бұндай дәрежеге баруына жол қойып қоймаңдар. Егер видеоларымыз сізге ұнап жатса, бір ғана лайк түймесін басып, подписаться және де басқа да түймелерді басып, бізге жазылуыңызды сұранамыз. Сіздің әрбір лайкыңыз біздің каналымыздың дамуына өз үлесін қосып, менің еңбегімді бағалайды. Сау саламаттықта жүздескенше.